Сабыр дегеніміз, сабыр, сабыр, сабыр деп жатамыз. Сабыр дегеніміз сіздің сөзбен айтқаныңыз немесе үндемей қалуыңыз емес. Сабыр деген басыңызға сынақ түскенде Аллаға тәуекел ету. Сабыр деген күйіп пысып біреу бұрқырап жатқанда, сізге тікенегін қадап тілін тигізіп жатқанда тыныш тұру. Сабыр деген мына 5 күндік жалғанда 5-10 теңгенің жетпей жатқан жерінде досың күліп дұшпаның табалап жатқанда шыдамдылық танытып шығар жол іздеу. Қабырғаңды бір-бірден сөгіп жатса да, күліп тұрып, күлімсіреп тұрып, өзгенің көңілін қалдырмау. Алланың алдында тізерлеп, тыйғандарынан тыйылып, бұйырғандарына бойсыну. Әкең мен анаңның алдында парызын орындап қызмет қылу. Бала шағаңның алдында ата-аналық борышыңды атқарып, қиындыққа шыдап беру. Үлкеннің алдында иіліп, кішінің алдында тәкаппарлығыңды жойып, ізгілігіңді көрсету. Міне бұл сабыр.